Әйгілі футбол королі Пеле көз жұмды. 29 желтоқсан күні 82 жасында бақилыққа аттанды. Ендеше оның мансабындағы ең жарқын сәттерді еске алайық. жылы Бразилия құрамасының бұрынғы ойыншысы Вальдемар де Брито Сантостың қаралымына 15 жасар жасөспірімді алып келеді. Өзі жаттықтырған әуесқой командада байқап қалыпты. Вальдемар ол жайлы бірден тарихтағы ең үздік футболшы болады деп сипаттама береді. Ол Пеле болатын. Сантос бастапкеріне де бұл жеткіншек бақылаудан соң дереу ұнай кетеді. Келісімшарт та жылдам жасалынған екен. 1957 жылдың 7 шілдесі Бразилия Аргентинаға қарсы Мараканада. Пеле екінші таймда алаңға шығып гол соғады. Сол уақытта жасы небәрі 16-да ғана болатын. Әлі күнге дейін Бразилия құрамасы сапында гол соққан тарихтағы ең жас ойыншы. Арада 3 күн өтіп Пеле Аргентинаға тағы соғады. Бұл қос матчтық Копа Роканың екінші ойыны еді. Алғашқысында бразилиялықтар 1-2-мен жеңілсе, жауапты кездесуде 2-0 есебімен жеңеді. Сөйтіп Пеле құрамасымен алғашқы трофейіне қол жеткізді. Тілшілер бірден оны Бразилияның жаңа үміті 58 жылы өтетін әлем кубогіне оны міндетті түрде тізімге қосу керек деп жарыса жазыса бастайды. Аға жаттықтырушы Сильвио Периллоның өзі қарсы болмады. Пеле құрамасымен Швецияға аттанады. Мундиальдағы алғашқы қос ойында ол қосалқы құрамда қалды. Бірақ КСРОға қарсы 3-ші матчта негізгі құрамда шығады. Тұсаукесер ойынында Ваваға нәтижелі пас жасайды, ал ұжымдасы ойында дубль автор атанды. Плей-оффта Пеле стартта болды және Уэльске жеңісті голды соқты. Жасы сол уақытта небәрі 17 жыл, 239 күнді көрсеткен. Бұл рекордты әлі ешкім жаңартпады. Сондықтан кейіпкеріміз әлі күнге дейін әлем кубогінде гол соққан ең жас ойыншы. Жартылай финал және әйгілі Жюст Фонтені бар Франция қақпасына жасаған хэт-тригі. Хэт-трик 17 жасында әлем чемпионатының жартылай финалында. Швецияға қарсы финалда Пеле дубль жасады. Бразилиясы 5-2-мен жеңіс тойлады. Пеле болса алғаш рет әлем чемпионы атағын еншіледі. Сантоста да жетістігі күн санап арта берді. 1958 жылы клуб Сан-Паулу штатының чемпион атанды. Ал Пеле соққан 58 гол әлі күнге дейін қаймағы бұзылмаған рекорд. Әлем кубогіндегі жұлдыз үшін еуропалық гранттар келе бастады. Қатарға қосуға шақ қалған команда Интер болатын. 1958 жылы. Сол кезде тіпті шартнамаға ауызша келісім жасалып та қойған. Тек Интер президенті Анджело Мураттиге Пеле кететін болғандықтан Сантос жанкүйерлерінің нағыз дүрбелең тудыруы ұнамай, келісім қағазын дереу жыртып тастайды. 1961 жылы Бразилия үкіметі ресми түрде Пелені ұлттық құндылығымыз деп мәлімдеме жасайды. Сол себепті оны шетелдік клубтарға сатуға тыйым салады. 60 жылдардың басында Сантостың алтын дәуірі басталды. Клуб Бразилияның қатарынан 5 чемпиондығын еншілейді. Қатарынан қос мәрте Либертадорес кубогы мен құрлықаралық кубокты жеңеді. Пеле мансабындағы ең үздік матчтардың бірі 1962 жылғы Бенфикаға қарсы өткен құрлықаралық кубок ойыны. Лиссабонда аяқтаушымыз хэт-трик жасайды. Ал Сантос 5-2 есебімен жеңді. Португалдарда Эйсебионың болғандығын ескерейік. Сантос оңтүстік Америка ғана емес, еуропалық турнирлерге де қатысты. Мұнда Пелеге Барселона, Интер, Реал жанкүйерлері тарапынан стадиондарда қошемет көрсетілген. Қанша дегенмен, бразилиялық шабуылшыға басты атақ пен мадақты бәрі-бірде әлем чемпионаты сыйлады. 1962 жылғы Мундиальға Пеле әлемдегі нөмірі 1-ші футболшы статусында барды. Алғашқы матчында гол соғып Мексикаға қарсы ассист жасайды. Алайда екінші турда Чехословакияға қарсы жарақат алып қалды. Пелесіз команданы чемпиондыққа жетелеген Гарринча болатын. Турнирде 2 матч өткізіп үлгерген Пелеге, әлбетте, екінші чемпиондықта жазылды. Мундиальдар арасында Пеле Сантос үшін голдарды қарша бұратуын жалғастыра берді. Бір сәттері кейде жалғыз ойында 8 голда тоғытқан. Рибейрау Пратолық Ботафогаға. 1966 жылы Бразилия кезекті рет жаһан біріншілігінің басты фавориті ретінде аталды. Гарринча мен Пеле құрамада еді. Алғашқы кездесуде Пеле Болгарияға айып соққысынан гол салады. Бірақ қарсыластары оған қарсы үнемі фол жасауы себепті жарақат алып қалады. Осының салдарынан екінші турда алаңға шықпайды. Лидерісіз Селесау Венгрияға 1-3-пен жеңілді. Мұны естіген ол мәжбүрлі түрде 3-ші турға қатысуға шешім қабылдайды. Топтан шығу үшін Португалияға қарсы күрес күтіп тұр. Эйсебио мұнда дубль жасап, Бразилия 1-3 есебімен жеңілді. Қорғаушылар Пелеге қарсы кезек-кезегімен тәртіп бұза берді. Тіпті оны матчта зембілмен де алып кеткен. Дегенмен қайтып алаңға енумен болды. Бұл оның әлем чемпионатындағы жалғыз жеңілісі. Оған қатты әсер еткені сонша, эмоциямен құрамадағы мансабын аяқтайтындығын, Мундиальда енді ойнамайтындығын хабарлайды. 1969 жылы 1000-шы голын соқты.
Мұны Мараканада Васко да Гама қақпасына пенальтиден жасайды. Бір қызығы, осыдан соң Пеле өзі ғұмыр бойы Сантоста ойнаса да, Васкоға жанкүйер болғандығын бірнеше мәрте мойындайды. 1970 жылы барлығы Пелеге жалынып, қыстап, ақыры 4-ші әлем кубогіне қатысуға көндіреді. Және 30 жастағы бразилиялық үшін қоштасу турнирі болған дәл осы байрақты бәсеке мансабындағы ең үздігі. Чехословакияға қарсы алғашқы кездесуде жеңісті гол соғып, ойында Жаир Зиньоға нәтижелі паста шығарады. Одан бөлек дәл сол матчта тіпті алаңның ортасына гол соғуға шақ қалған. Тарихта бұл сәт Пеле ақыры соға алмай кеткен гол деген желеумен есте қалды. Ортадан гол салуды үнемі армандайтын. Екінші ойын тағы бір аңызға айналған сәт. Англия құрамасының қақпашысы Гордон Бэнкс Пеледен гол өткізбеді, бірақ ол үшін оған ғасыр сыйы көмекке келді. Румынияға қос гол тоғытты, ал Перуге қарсы король ассистпен ғана шектелді. Уругвайға қарсы жартылай финалда тағы да қанжығасын майлай алмады, бірақ ассисті бар еншісінде. Одан бөлек, ең әсерлі футбол фильмдерінің бірін жасайды. Италияға қарсы финалды әлем күтті. Барлығы Пеленің данышпан әрекетімен басталды. Допты ойынға қосар сәтте, ол Puma фирмасы ұсынған бутсы бауын асықпай байлап тұрды. Компания логотипін көрсетті. Бұл сол уақыттағы ең ұлы деп саналған жарнамалық акция, яки маркетинг қадамы еді. Бразилия 4-1 есебімен жеңді. Пеле басымен соққан гол арқылы есеп ашып, соңына таман қос нәтижелі пас шығарды. Ұлы матч, жарқын сәттері. Ойыннан соң Пелені қолдарына көтерді. Ол турнирдің үздік ойыншысы атанды. 4 гол, 6 ассист. Орташа есеппен әр кездесуде нәтиже танытты. Осыдан соң Пеле құрамадағы мансабын аяқтауды шешті. Король қос бірде қоштасу ойынын өткізеді. Бірі Сан-Паулуда Аустрияға қарсы, екіншісі Мараканада Югославияға қарсы кездесу. Ұлы ойыншының құрамадағы соңғы ойынын көруге 135 мың жанкүйер жиналыпты. Жасыл алаңда Пеле мен Гарринча бірге болған сәтте Бразилия 1-1 матчта жеңіліп көрмепті. Пеле ақыры Сантостан кетті. Және бір қарағанда мансабында аяқтағандай көрінген. Алайда клуб үшін тіпті ресми ойындарға да қатысқан екен. Артынша кенеттен Солтүстік Америкалық футбол лигасындағы Нью-Йорк Космос командасына аттанды. Сол кезеңдері Пеле әлемдегі ең табысты спортшы саналған. Бір жағынан ақш чемпионды атанды. 1977 жылы мансабын ақыры ресми түрде аяқтайды. Қоштасу матчында Сантос пен Нью-Йорк Космос ойнайды. Алғашқы тайымды америкалық команда сапында өткізіп, Пеле айып соққысынан гол салады. Екінші ойын бөлігін бразилиялықтар сапында өткізеді. 1981 жылы Пеле Сильвестр Сталлонемен бірге жеңіс фильміне түседі. Олар ұлтшылдарды футбол ойынында жеңген неміс концлагеріндегі тұтқындарды сомдайды. 1995 жылы Пеле Бразилия спорт министрі атанды және жемқорлыққа қарсы заңды қабылдайды. Кейінірек бұл оның есімімен атала бастады. Дәуірдегі ғалам ойыншы статусына Пелені жоқтатпау үшін Марадона келді. Бразилиялық пен аргентиналықтың ерекше қарым-қатынасы болды. Бір жағынан бақталас көрінсе, өзге тараптан керемет сыйластық, достық. Дегенмен Пеле футболдан бір сәтке алыстаған емес. 2002 жылы Бразилияны бірінші болып құттықтады. Әр мундиалға тұрақты түрде келіп отырды. Жаңа жұлдыздарды мұнда үнемі қолдаумен болды. 2021 жылы жүрегін індет мазалай бастады. Тоқ ішектегі обыр оның денсаулығын құртты. Пеленің соңғы фотосы ауруханада қызын құшақтаған көрінісі. Сол сәттегі футбол королінің денсаулығы мүшкіл халде еді. Туған туысқандарымен ол қоштасып үлгерді. Қош бол, аңыз.